береді. Шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған бағдарламалар жетерлік. Оның тиімділігін халыққа насихаттау жұмыстары да қарқынды жүріп жатыр. Елімізде алғаш рет интернет желісінде кәсіпкерлікке үйретудің қазақша сайты ашылды. Портал кәсіпкерлерді жігерлендіріп, бизнесінің өркендеуіне ықпал ететіні анық. Орта және шағын кәсіпкерліктің дамуы еліміздің дамуына үлкен үлес әкеледі. Мысалға, мына Европа елдерімен ақшты алсақ, оларда орта және шағын кәсіпкерлік 90-80% үлесін алады. Ал біздің елімізде ондай үлеске жеткен жоқпыз, бірақ соған ұмтылыс бар. Себебі мына мемлекеттік бағдарламалар біздің елімізде өте көп. Бағдарлама шеңберінде 2010 жылдан бері 34 мың жұмыс орны ашылған. Ал 2014 жылға дейін 8 мың жаңа жұмыс ошағы ашылмақ. Алдағы уақытта еңбек етемін, ел дамуына үлес қосамын деушілерге қолдау көрсетіле бермек. Сәкен Сейітханұлы,